Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жанерке. Бүгін қатпарлы түтікшелердің рецептімен бөліскім келеді. Орысша слоеный турбычки деп аталады. Ішіндегі салмасындағы кремі ақ уыздан жасалған өте оңай және ороға кірсек, менде осындай арнайы форма және бөлме температурасындағы сары май. Қамырды ұзынша қылып турап аламыз. Форманы майлаймыз. Кейін қамырды формаға кейіне араластырып жібереміз. Көп араластыруға болмайды. Кейін газдың астын ең баяу отқа қойып, толық кристалл еріген күтеміз.
тұрғандарыңыздай ақ уызды бір қолмен миксермен араластыра тұра сиропты біртіндеп қосамыз, барлығын бірден қосуға болмайды. Кейін 2-3 минуттай миксерлеп аламыз. Креміміз дайын болды. Енді кондитерлік мешокқа салып, трубочкамызды жинауға кірісейік. Трубочкалар пісіп және суып болды. Енді кремін салып даярлайтын боламыз. Кремін өзіңіздің қалауыңызша ауыстырсаңыздар болады. Мендегі ең қарапайым түрі. Өзіңізге ұнайтын кремді қолдансаңыздар болады. Әсеміне қарай бетіне сахарный пудра себеміз. Міне қатпарлы түтікшелеріміз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Басқа да достарыңызбен бөлісуге болады. Ең бастысы менің каналыма тіркеліп, басқа да қызықты видеоларымды жіберіп болмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздер үшін күнделікті қызықты видеолармен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.